Кеше біз Bip House командасы Алматыда өткен Бейжің киносының таныстырылымына қатысып қайттық. Іс-шара Арман кинотеатрында Eurasian Film Market ұйымдастыру негізінде өткен болатын. Ашылуында Қытайдың Алматыдағы консулдығының өкілдері, Бейжің халықаралық кинофестивалінің ұйымдастырушылары сөз сөйледі. Сонымен қатар арнайы қонақ Захваченный фильмнің режиссері Чан Си өзі келіп қатысты. Біз оның фильмі тамашалап шынымен ерекше әсер алдық. Нағыз тоқытатын боевик драмаға толы туынды екен. Оған дейін Қазақстан мен Қытай бірлесіп түсірген композитор фильмін көрдік. Бұл туынды аңызға айналған Қытай музыканты Сян Синхайдың Алматыда қалып, қазақ музыканттарымен достық орнатқан шынайы оқиғасына негізделген туынды екен. Өте жүрекке жылы фильм. Неге бұрын көрмегенімізге таң қалып отырдық. Көрсетілімнен кейін режиссермен осындай бірге естелікке күшті суретке түсіп, керемет кадрлар жасап алдық. Достар, міндетті түрде Арман кинотеатрына барып, Бейжің киносының көрсетілімдерін көріңіздер. Бейжің киносы әлемдегі ең беделді әрі сапалы кинофестивальдердің бірі. Ең бастысы, кіру толықтай тегін. Фильмдер 30 қарашаға дейін көрсетіледі. Баршаңызға барып көруге кеңес береміз.